Мадияр сізге хабарласыпты ғой, видеоларды өшіріп таста деп. Иә, өшіріп таста деді. Ол ешқандай ода сожаление жоқ, андай өкініш сезімі жоқ. Маған айтады, спокойно отыр, мен баламды детдомға тастағым келмейді, сен өшіріп таста, келіп бәрін шешеміз дейді маған. Мен айттым, мына жақта біреудің қызынан айырылып отыр ғой бір ана, мен өшірмеймін дедім ештеңкені. Сен балаңнан айырылсаң, ол ана қызын қайтара алмайды дедім мен оған. Ол сосын бүкіл сообщениямды чаттағы удалить етіп тастапты. Даже мен сообщениям ол жақта жоқ. Білмеймін қалай удалить еткен, әйтеуір жоқ. Бірақ сіз скрин жасап үлгердіңіз ба? Біреуін алдым. Сол құжаттарды, дәрелерді бізге бере аласыз ғой? Берем, иә, бүкілін берем. Менде не бар, бүкілін берем. Мен подружкам үшін до конца барам. Ешқашан жасырмаймын мен. Өйткені мен бірінші пост алдым ғой, мен до конца барам. Жақсы, біз енді сіздердің отбасыға, осы әулетке ақпаратпен қолдау көрсетеміз. Осы бағдарламаны да таяу күндері монтаждап, қалай бар, солай шығарам. Ары қарай да енді жеке нөмірімді алдыңыз, хабарласып. Мен тағы бір нәрсе қосқым келіп тұр. Ол 17 жасында алып қашып кетті ол қызды. 17 жасында алып қашып кеткен. Ол кәмелеттік жасқа толмай, ол қыз маған айтқан, мен тұрмысқа шыққым келмейді деп сол кезде айтып жүрген. Маған ерте мен жұмыс істеуім керек, оқуым керек деген, мен юрист болғым келеді. Ол юристті бітірді ғой, юрист болғым келеді деп айтты. Ал ол жігіт оны алдап алып қашып кеткен. Еще кәмелет жасына толмаған қызды екі қабат қылудың өзі заңмен не істелу керек қой, қаралу керек. Оның бәрін қарауыңызды сұраймын мен. Потому что ол ондай қыздың өмірін, гүлдей қызы өмірін құртып отыр ғой. Екеуі заңды некеде ме? 18 жасында, иә, тұрған екен. ЗАГСке тұрды, иә. Бірақ бір жыл бойы, как сказать, просто ислами некемен тұрған. Қалай танысқан екеуі? TikTok желісінде танысып, 20 күнде сөйлескен, кездескен. Сөйтіп ол қызды алдап алып қашып кетеді. Мен медеуден кафем ашылайын деп жатыр, жүр бірге барып көреміз дейді. Ана қыз сенеді ғой, енді жақсы көрген ол жігітті. Барып сеніп барса, уже меркеге кетіп бара жатыр екен, алып қашып кеткен сөйтіп. Ол қыз білмейді оны алып қашып. Трассада білген ба алып қашып жатқанын? Сосын ол қызды білмеймін қалай көндірген ғой. Бірақ олардың үйлерінде ешқандай условия жоқ. Ана қызға рахмет айтсын мен подружкама. Потому что таңғы 7-те тұрады, олардың шай тамағын береді. Үйдің жұмысы ғой. Чисто келіндерский телефоны қыдыртпайды даже күйеуі. Даже баласы түсіп қалды ғой оның, бірінші баласы. Ой, то есть екінші баласы түсіп қалған кезде ол күйеуінен ақша сұраған тұғын дәріге. Ол астынан қан кетіп, баласы қайтыс болып, одан кейін тағы ақша сұраған. Маған ақша керек емделуге деп. Күйеуі бермеген ақша. Айтқан, анадан сұра, мынадан сұра, қарызға сұра деп сөйтіп, Мадина всегда бәріне қарыз сұрап жүретін. Күйеуі вообще асырамайтын оны. Сонда марқұм қайтыс болар алдында жүкті болған ба? Жүкті болған, иә. Бала астынан қан кетті, біз өзіміз көрдік. Туыстарының бәрі көрді. Жұндырған адамның бүкілі көрді. Және анау адамның малды ондай істемейді ғой. Ананың денесі ше, сау тамтығы жоқ, ана өзі асыл бөлген адамның шашы кір болмайды ғой. Анау шашын бүкілі ішінде қоқым, ана өлтірген дене ғой, мына былай айтқан кезде оны қинап өлтірген. Қазір енді Мадинаның баласы сол жақта ма? Иә. Жағдай қалай екен? Оны мен барған жоқпын, оның туыстары барды, туыстары айтады оны о жақты. Мен естіген бойынша Мадияр оларға келмеген, сөйлеспеген, қашып жүрген, достармен күліп тұрған, әйелі өліп тұрса ана жақта ол күліп жүрген екен. Соны естідім. Жасы нешеде Мадиярдың? Мадиярдың 2003 жылғы ғой. 2003? Иә. Алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарым жоқ.